Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы 15 ақпанда бекіткен Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары бойынша құқық қорғау және сот органдарына қылмыстық істерді электрондық форматқа сатылап көшіруді қамтамасыз ету тапсырылды. Бас прокурор электрондық қылмыстық іс жобасын іске асыруда құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетке жүктеді. Сотқа дейінгі өндірістің ауқымдылығы бүгінгі таңда күрделі мәселе болып отыр. Тергеушілер қағазбастылықпен рұқсат алу үшін кабинеттерді аралаумен және прокурорлар мен процессуалдық іс-қимылдарды келісумен уақыт жоғалтады. Тәжірибе көрсеткендей, электрондық қылмыстық істі енгізу кішігірім және ауырлығы орташа істерді тергеуді айтарлықтай жеңілдетеді әрі жылдамдатады. Электрондық қылмыстық іс жобасы елімізде 2018 жылы сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімі ақпараттық жүйе базасында іске қосылды. Алғаш рет бағдарлама қылмыстарды тіркеу және тергеумен үкімді орындауға дейінгі қылмыстық іс жүргізудің және қылмыстық жазаларды орындаудың барлық сатысын автоматтандырады. Егер адам қылмыс құрбаны болса, онда оған құқық бұзушылық туралы арыз шағымды полицияға бармай, үйде отырып электронды форматта тапсыруға мүмкіндігі бар. Бұл шағым автоматты түрде электронды қылмыстық іс жүйесіне түседі және полиция оны тіркеуге міндетті болады. Жүйе оған арызды жоюға немесе қараусыз қалдыруға мүмкіндік бермейді. Тергеу кезінде тергеуші қажетті ақпарат алу үшін көптеген қағаз өтініштер жазып әуреге түспейді. Жүйе органдардың мәліметтер базасымен кіріктірілген. Бұрын біз мұндай сипаттама материалдарды жинағанда наркодиспансер мен психодиспансерге анықтама жіберетінбіз. Ол үшін сол орталықтарға барып анықтама қағазды алуға кемінде бір күн уақыт кететін. Ал қазір тек сұраныс хат жібереміз де, мынадай анықтама қағаз аламыз. Оған бар болғаны 10-15 минут уақыт кетеді. Бұдан бөлек, тергеуші процесс қатысушысын SMS хабарлама арқылы шақырып, көп уақыт пен ресурсты үнемдей алады. Жауап алу процесі жеңілдетілген. Хаттаманың үлгісі бар мәліметтердің негізінде автоматты түрде толтырылады. Жауап беруші және оның қорғаушысы хаттаманы экраннан көреді. Бұл да құжатпен танысу уақытын қысқартады. Электронды хаттамаға қатысушылар графикалық планшет көмегімен қол қояды. Жобаның жаңалығы тергеу іс-әрекеттерін және қамауға алуда санкциялау электрондық форматта жүргізіледі. Ол үшін уақытша ұстау абақтылары соттардың бейне байланыс жүйесіне кезең-кезеңімен қосылып жатыр. Бұл соттарға қамауға алу санкциясына өтініштерді қашықтан қарауға мүмкіндік берді. Әрі уақыт пен қаржыны үнемдейді. Сондай-ақ күдіктілердің абақтыдан қашу мүмкіндігін жояды. Сарапшылар мен криминалистер үшін қорытындыларын электронды түрде жіберуге мүмкіндік беретін автоматтандырылған жұмыс орындары құрылды. Жүйе қылмыстық іс материалдарының бұрмалану, жоғалу немесе жойылу тәуекелдерін кемітеді. Барлық қатысушылар, соның ішінде адвокаттар да тексеру барысын онлайн режимінде қадағалап отырады. Сәйкесінше өтініштер мен шағымдарды электронды форматта бере алады. Опубликование в публичном секторе, қылмыстық тексеру ісінің электронды нұсқада жариялануы оның ашықтығына, әділ болуына мүмкіндік береді. Құжатты өшіре алмайсың, жойып жіберуге де келмейді. В электронном варианте опубликовано, его никуда уже не денешь, не удалишь. Жоба тергеушілердің прокуратураға барыс келісін тоқтатады. Қадағалау және бақылау электронды режимде жүзеге асырылады. Барлық тексеру істері онлайн режимде өтеді. Құжаттың бұрмалану мүмкіндігі болмайды. Яғни бақылаушы прокурор кез келген уақытта қылмыстық істің қай кезеңінде болмасын, кабинетінде отырып қадағалай алады. Біріншіден, бұл жоба қылмыстық іс процесінде азаматтардың құқығын қорғауға және істің ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Екіншіден, іс құжаттарын онлайн режимде алуға болады. Яғни процесс қатысушылары үйде отырып хаттама, қаулы және заңда көрсетілгендей қылмыстық іске қатысты басқа да құжаттарды ала алады. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесіне де ерекше назар аударылған. Жүйе мемлекеттік органдар арасында тек қорғалған бірыңғай тәртіпте қолданылады. Барлық деңгейдегі байланыс арналарын қосымша қорғау үшін арнайы цифрландырылған кешен орнатылып жатыр. Қолданушының жүйеге кіруі электронды цифрлы қолтаңба, логин, құпия сөз және саусақ таңбасы арқылы ғана жүзеге асады.
қолданушының барлық іс-әрекеттері оқиғалар журналына жазылады, әрі ондағы ақпаратты жою мүмкін емес. Электронды қылмыстық істі енгізудің азаматтар үшін пайдасы: өтініштерді онлайн режимінде беру және оған жауап алу. Қылмыстық процестің ашықтығы, азаматтардың құқықтарын қорғау, материалдарды бұрмалау тәуекелдерін болдырмау, құқық қорғау органдары үшін нәтижелері: құжаттарды онлайн режимде беру және алу, тергеу мерзімдерін қысқарту және сапасын арттыру, қылмыстық істерді бұрмалау және жоғалту тәуекелдерін азайту, видео байланыс режимінде қашықтан санкциялау.